Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода осындай бантиктің тігілу жолын көрсететін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен тюльдан қалған матаны қолданатын боламын. Сіздер фатин матасын қолдансаңыздар болады. Бізге ені 16, ұзындығы 1,5 метр мата қажет болады. Матамызды видеодағыдай бүктеп, ине жіппен бүктеме жағын жиі етіп тігіп шығатын боламыз. Міне мен барлығын тігіп алдым. Енді матамызды осылай жиыратын боламыз. Және де бір жағын осылай орап, ине жіппен осылай тігіп алатын боламыз. Барлығын осылай орап отырып, ине жіппен тігіп шығатын боламыз. Міне мен бантикті тігіп шықтым. Енді бізге фетр қажет болады. Фетрді осылай дөңгелек етіп қиып алдым. Және де осылай резинканы салып лентаның көмегімен екі жағынан қидым да ленточканы салып, ыстық клейдің көмегімен осы жақты клейлеп қоятын боламыз. Енді осы фетрді бантикке ыстық клеймен клейлейміз. Міне біздің бантигіміз дайын болды. Сіздер қалауыңыз бойынша моншақтармен әсемдесеңіздер болады. Өте оңай және тез жасалды. Сіздер де осылай тігіп көрсеңіздер болады. Егер де видео сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.